Қазақстан қауіпті дерттің алдын алуға әлем елдері арасында алғашқылардың бірі болып кірісті. Тиісті сақтандыру шаралары жасалды. Мемлекеттік органдар арнаулы дайындықтан өткізілді. Өзге елдерде вирус қалай пайда болып, пандемия қалай өрбіп өршігені бақыланды. Соның нәтижесінде індеттің етек алып кетуіне мүмкіндігінше жол берілмей, ахуал күн сайын тұрақты назарда ұсталып отыр. Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа үндеуінде осылай деді. Сондай-ақ ол тәуелсіздіктен бері қарай елдің қалай дамығанын айта отыра, қысылтаяң уақытта халықты қиындықты бірлесе көтеруге шақырды. Ал атыраулық қоғам белсенділері мен кәсіпкерлер елбасы үніне үн қосты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Үндеуде егемендік алғаннан бастап бүгінге дейін атқарылған істер мен қабылданған реформалардың дұрыстығы жайлы айтылды. Атап айтсақ, экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған жұмыстар, ашылған кәсіпорындар және өзге де жүргізілген жүйелі жұмыстар көп. Соның ішінде кәсіпкерлікті ерекше атап өтпеске болмайды. Мемлекет ұсынған мүмкіндіктер мен қолдаулар арқасында қаншама кәсіпкер ісін дөңгелетіп аяққа нық тұрды. Енді бүгінге дейін жинаған мол дәулетті халықпен бөлісетін кез жетті дейді елбасы. Қазіргі жағдайда елімізде халқымыздың бірлігі арқасында осындай қиын қыстау кезде жағдайы төмен отбасылар, жасы үлкен отандастарымыз, ата-аналарымыз және де басқа да көмекке зәру шаңырақтарға көмек беруге тиістіміз деп есептеймін. Ауру айтып келмейді дегендей, бүкіл әлемді жайлаған қатерлі дертті, жаман ауруды жеңіп шығу үшін сары уайымға салынбай, әлем жұртымен бірге шыңдала түскеніміз абзал. Қазіргі жағдай бүкіл әлем мемлекеттеріне түскен зор ауыртпашылық. Біз оны осындай сын сағатта септігін тигізетін халқымыздың төзімділігі, ерік жігері және өзіне деген зор сенім арқасында міндетті түрде жеңіп шығамыз. Ол үшін бізге қажетті нәрсе, қаржы қаражат, материалдық ресурс, техника, азық-түлік бәрі бар. Алаңдайтын, абыржитын еш негіз жоқ деді тұңғыш президент. Ал осы ретте атыраулық түрлі сала қызметкерлері мен қоғам белсенділері тұңғыш президент жолдауы елдің еңсесін көтерді дейді. Елбасының мақаласы дер уақытында шығып отыр. Қазір бүкіл әлем болып, мынау жаман індетпен күресуде. Оны өздеріңіз де жақсы түсініп отырсыздар. Мақалада елбасы қазақ халқының өз тарихында бұдан да зор ауыртпашылықты басынан өткізгенін айта келіп, осы қиындықтан да жеңіп шығатынымызды, аман есен шығатынымызға сенім білдіреді. Біз бұл дертті әлі жеңген жоқпыз, бірақ үкіметтің алдын алу шаралары арқасында оның жаппай таралуына тосқауыл жасадық деп атап өтті елбасы. Ол үшін әр азамат, әр отбасы үлкен шыдамдылық, түсіністік танытып, талапты бүгінгі тапсырманы орындауы тиіс. Кешегі күні төсінде думаны тарқамаған жердің бүгінде төскейіне өлі тыныштық орнағаны әмбеге аян. Бұл індет адамзаттың санасын сілкіп, салмағы ауыр ой салғандай. Осы орайда қызметтік мансап жолын тоқтатқанымен тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың халық алдына шығып үндеу жариялауы елдің еңсесін көтеріп, ертеңгі күнге деген сенімін нығайтқандай. Сөз арасында Бауыржан Момышұлының тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды деген қанатты сөзін еске алған Нұрсұлтан әбішұлы халықты қатаң тәртіпке шақырды. Қымбат Дайырқызы, Жарылғаш Алғасов, Атырау телеарнасы.